Вавилон империясы құлағаннан кейін Парсы империясы таяу шығысты өз бақылауына алды. Кей деректе Парсы империясын Ахменидтер империясы деп те атаған. Парсы атауы алғашқы Парсуа тайпасының атауынан шыққан. Империяның негізін қалаған ұлы Кир патша болады. Кир патша біздің заманымыздан бұрынғы 550 жылы Медиа империясын жаулап алып, содан кейін лидиялықтар мен вавилондықтарды жаулап алды. Кейінгі патшалар Кирдің ісін жалғастырып, империя жер көлемін Үндістаннан орталық Азияға дейін, Гималай тауларынан бастап Жерорта теңізіне дейін кеңейтті. Оның шекаралары шығыстан батысқа қарай 3000 километр созылып жатты. Ол сол замандағы ең үлкен мемлекет болды. Империяның алғашқы астанасы Персеполис қаласы болды. Бұл атау грекше Парсы қаласы деген мағынаны білдіреді. Ұлы Кирдің тұсында парсылар жаулап алған халықтарға өз өмірлері мен мәдениеттерін жалғастыруға мүмкіндік берді. Олар салық төлеп, парсы билеушілеріне мойынсұнған кезде өздерінің әдет-ғұрыптары мен діндерін сақтай алатын. Парсылар ассириялықтар сияқты жаулап алған халықты езіп жаншыған жоқ. Парсылар үлкен империяны бақылауда ұстап тұру үшін әр аймаққа сатрап деп аталатын билеушілерді қойды. Сатрап деген қазіргі кездегі әкімдерге ұқсайды. Сатраптар мемлекеттің заңдары мен салықтарын орындайтын болған. Империяда шамамен 20-30 сатрап болған. Империяның көптеген керуен жолдары мен хабаршы жүйесі болған. Ең әйгілі жол Ұлы Дарий патша салған корольдік жол болды. Бұл жол қазіргі Түркияның Сардесінен Иламның Сузасына дейін 1700 км болған. Әрбір мәдениетке өз дінін сақтауға рұқсат етілгенмен, парсылар Зарастризм дінін мемлекеттік дін деп бекіткен. Бұл Ахура Мазда деп аталатын от құдайына сенген. Дарий патша кезінде гректермен күрес күшейді. Біздің заманымыздан бұрынғы 490 жылы Дарий Грекияға басып кіріп, ол Грекияның кейбір қалаларын басып алды. Бірақ марафон шайқасында афиналықтардан жеңіліске ұшырап, кейін шегінуге мәжбүр болды. 480 жылы Дарийдің ұлы Ксеркс бірінші әкесінің бастаған ісін жалғастырып, бүкіл Грекияны жаулап алуға тырысты. Ол жүздеген мың жауынгерден тұратын үлкен армия жасақтады. Бұл ежелгі дәуірде жиналған ең үлкен әскерлердің бірі болған. Ол қалың әскерін бастап Спартаның аз армиясына қарсы Термопильге шайқасында жеңіске жетті. Алайда грек флоты Саламис шайқасында Парсының әскери теңіз флоттары талқандалды. Парсылар қатты жеңіліске ұшырағаннан кейін шегінуге мәжбүр болды. Парсылардың ең ұзақ билік еткен патшасы біздің дәуірімізге дейінгі 404-358 жылдар аралығында 45 жыл басқарған Артаксеркс II болды. Оның билігі империя үшін бейбітшілік пен өркендеу уақыты болды. Парсы империясы біздің заманымыздан бұрынғы 334 жылы Александр Македонскийдің Парсы жерін толықтай жаулауымен құлады. Достар, егер менің осы видеом ұнаған болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сержан ТВ арнасы.